Ғашықтардың сәруарау, әйелдің бірі Фатима, балама менің көз салау. Адасса жолға салып жүр, бәрекет келсе қағып жүр. Бір ғашықтың зарпынан, шырағым менің нағып жүр. Баба түкті шашты әзіз, тапсырдым саған, бағып жүр. Базарбай туралы сөз. Болыпты заманында ел ағасы, өлкеде Базарбай шал боп тұлғасы. Шүй желке қызыл жүзді тұнық қабақ, 80-ге сол кездерде келген жасы. Оңғарса оңға оралтып бір құдайым, түспеді мұндай күйге ғазиз басы. Жазуға болмайды ғой бәлендерге, Базарбай берді бата жігіттерге. Ал енді қосын тартып жүріңдер деп, нұр жаусын деген нақыл талап терге. Жөнелді қосын тартып батыр шегең, бәрі де сәулетіне орныменен. Жастық жеңіп ақылменен бойын алып, ойнап күліп барады құрбыменен. Жылқыдан 500 жорға бөлдіріп ап, келеді тартып шеру қолыменен. Төреген жүрген жерге болды мәлім, аямай келе жатыр дүние малын. Шектіні тура бастап тапқан жанға берем деп сүйіншіге орамалын. Ақылдасып кеңесіп, ақыл салып, ер шегеден жасырмай айтып бәрін. Тоқтаусыз келе жатыр көші бұдай, ер ұғып кідірмеңіз бұдан бұлай. Көпшіктің еріне жеткеннен соң, демаларымыз жеткізсе, бізді құдай. Құмақ елек сағыздан көктеп өтіп, үдіре көшті тартып, дәл 2 айдай. Жайықтың жағасына тіккен шатыр, ешкімнен қорықпайтын өңкөй батыр. Тамаша неше түрлі сәулетпенен өріске малын айдап бағып жатыр. Баласын Базарбайдың білген шекті, біреуден біреу естіп келген көпті. Қыз таңдап біздің елге келіпті деп, таралып қалың елге даңқы кетті. Кім қызын бермес дейсің мұндай бекке, біреулер берерім деп алса текке. Алсам да алмасам да бір жорға берем деп салды хабар келген көпке. Талай қыз келіп кеткен басын иіп, таранып тотығыстай шашты түйіп, сыланып желде есіп келген қыздар көргенді төлегенді іші күйіп. Келгені бір жорға сыйлық алып, біреуін жақтырмады көңілі сүйіп. Келгені қыз төлегенге ынтық болып, аяғын баса алмайды бойын шүйіп. Осылай 200-і кеткен келіп, мінгізіп келгеніне жорға беріп, апырау бұл төлеген не болды деп, жолдасы қылды кеңес келген еріп. Аттарды айдап келген бітірген соң, көз салар атымызға келген мініп. Кеңесіп міні осылай ақылдасып, келгенін жасыруда мақылдасып, төлеген бұл елден де қыз жаратпай, көңілге ой түседі келген тасып. Жағалай ақ жайықта 6 шекті, ханы бар Сырлыбайдай көрген көпті. 6 ұлы Сырлыбайдың 6 ауыл боп, жалғызы ең кенжесі қыз жібекті. Қыз жібек 16-ға жасы келіп, сөз салған жаратпаған талай бекті. Жаушылар әрбір елден келіп жатты, жақтырмай келгендерін жабырқатты. Алшаңдап алтағаның ортасында сылаңдап тоты құстай қанат қақты. Сол ханның ер қаршыға вәзірі бар, естіп төлегеннен алды хабар. Ойлайды, төлегенді көрейін деп әрине мен ұнатсам хан ұнатар. Сенеді қаршығаға 6 шекті, көрсетсем төлегенге қыз жібекті. Сөзімнен жібек қайда барар дейсің, естуім кім жаратпас, ондай бекті. Әуелі өзім барып жолығайын, барады даңқы жарып жермен көкті. Ат жаратып жылқыдан мініп алып, қаршыға төлегенге жүріп кетті. Отардан аттанады ер қаршыға, бір бедеу мінген тұлпар өзі жорға. Жұрт алған олжадан құрғыланба деп, орғытып ойпаң жерден салды жорға. Бедеуге қызған сайын қамшы басты, төтеліп қия жатқан дөңнен асты. Қаршыға өзі шешен, өзі батыр, қосам деп болса бұйрық 2 жасты. Жарылып қалың елдер қалып жатты, көргендер қаршығаны таңыр қапты. Баласын Базарбайдың іздеп келем деп, Жолшыбай көрген елден жөн сұрапты. Ер еді бұл қаршыға жұрттан асқан, бір мырза келіп жатыр күн шығыстан. Дүниеге ондай бала келе бермес, дос түгіл кеміте алмас, оны дұшпан. Шатырға келді жетіп, бұдан кейін көруге болып ынтық түсті зейін. Қаршыға өзі шешен, өзі көсем, ешкімге білдірмеген бұған шейін. Ассалаумағалейкум көп жігіттер, сайлаған бәрің бірдей бек жігіттер. Сайланып шыға қапсы жолаушылап сөйлей тұр, жөндеріңді ер жігіттер. Сұрадым, білмек үшін кімсің дедім, қай елден, қай сапардан жүрсіз дедім. Жөн сұрау жолаушыдан елдің салты, қайырлы сапарыңыз болсын дедім. Беруге бұған жауап біреу шығып, сөйлеген қаршығаның сөзін ұғып.
Жасырып төлегенді білдірмеске баяға айтқан сөзбен қалмақтығып. Келеміз елімізден біз жолаушы, өзіңіз кім боласыз жөн сұраушы. Үйірін қысырақтың жау қалдырып, келеміз елімізден біз сұраушы. Күн көріп жүрмедіңдер өнерменен, төтелеп келдім сізге кемерменен. Естіп мен дабылын жандай шаптым, баласы Базарбайдың дегенменен. Жігіттер сөзді босқа бұрма деді, келеке мені босқа қылма деді. Хабарын сырттан естіп іздеп келдім, бар болса жасырмаңдар мұнда деді. Келіпсіз біздің көріп қарамызға, жауапқа жауап таппай қаламыз ба? Сыртынан Базарбайды естушедік, төлеген жоқты біздің арамызда. Келіп еміз деп соны 3 күнідай, сіздерге нанбағаным бұдан бұлай. Жасырып төлегенді не деп тұрсыз? Жөнекей қалың елден келдім сұрай. Шектіден бір сұлуды тауып едім, көрсетпей сендер тұрсыз ұрып құдай. Бұл дабыл төлегенге естіледі, жігіттер жасырдыңыз неге деді. Ешкімнің малын ұрлап жатқаным жоқ, әдейі іздеп келген ерге деді. Шатырдың төрге тегін сырып тастап, жақындап Қаршығаға сәлем берді. Төлегеннің сөзі. Мен болам Базарбайдың төлегені, қозының ерте туған көбөгені, әдейі іздеп келіп танысам деп шатырға біле тұра кірмегені. Мен едім Базарбайдың үлкен ұлы, Алланың шыныменен сүйген құлы. Ағеке сәлем берсем қарамайсыз, бар еді төлегеннің нендей міні. Мен болам төлегені Базарбайдың, қыз таңдап 3 арысқа қанат жайдым. Дәмайдап бұл елгеде тұрмыз келіп, әуелден жазу шығар бір құдайдың. Жатырмыз сұрау салып жан жағына, Алланың кім көнбейді салғанына. Естіп ел аузынан ұзын хабар келбек 6 шекті аймағына. Әзірге қыз жақтырмай мен жатырмын, сөзінің түсін аға салмағына. Қаршығаның сөзі. Осы бір келген Қаршыға топтан асқан ер еді, шектінің асқан бел еді, сөзгіде шешен сер еді, төлегенге жақын келеді, анықтап әптен көреді, артығын ердің біледі, төлегенмен қосылып шатырға келіп енеді. Көпті көрген көнеді, сөйлесе ескен жер еді, отырып сонда сөйледі. Ауылдың алды бел деді, белден көшкен ел деді. Көл қатырар сен деді, Базарбайдың баласы, көзінің ағы қарасы. Төлеген мырза сен деді, келбетіңе қарасам, қай сұлтанмен тең деді. Мен жайымды айтайын, 6 шекті елінде Сырлыбай ханның уәзірі Қаршыға жырау мен деді. Қыз іздеп келген сен деді, берейін тауып мен деді. Жұртқа берген олжаңнан бөлмей маған бер деді. Ханымыздың жалғызы аты жібек сұрасаң, бұл сөзіме сен деді. Сурет қылып айтуға жетпейді шырақ тіл деді. Жайнаған бауда гүл деді, барайын ертіп көр деді. Базарбай ұлы төлеген Қаршығадай ақынның бұл сөзін мақұл көреді. Сүйіншің деп сұраған 2 жорға береді. Ер шегемен сөйлесіп, 80 жігіт елшіден бір жігітті бөледі. Өзгесін елге қайтарып, ақылдасып ұйғарып, қосынды жөнге шығарып, кемпір шалға сәлем деп қайтады дерсіз қыз алып. Қол алысқан таласып, біріне бірі жан ашып, жылқысын айдап жөнелген 5 жігіт басы құралып. Қаршыға жырау бас болып келе жатқан секілді. Төлегеннің көңілі енді бітіп бекіді. Адам қарап тоймайды, ер төлеген бетіне дәл 8 күн мал айдап әрең жеткен секілді. Ақжайықтың шетіне қарамай алды артына, келтірді Құдай кезісін, тірідей жаннан бездіріп. Басқа салса көнесің, жетем деп белі үзілген. Төлеген мырза кездесті, көшкен бір елге тізілген. Қаршыға келіп сөйледі. Көшкен екен біздің ел 5 жігітке тапсырды. Жылқыны айдап кейін кел, қосыла елмен айдаңдар. Кешігіп кейін қалмаңдар. Төлегенге жібекті көрсетейін жөнекей. Берсе тәңірім тілекті өзі батыр жүректі. Неге аяймын мырзамнан қолдан келген көмекті. Бұл сөзді айтып екеуі дөңгелетіп жөнелді. Таң қалдыра көп елді Базарбайдың төлеген талай көштен өтеді. Сонда бір көшке жетеді. Көш алдына қараса бір қыз кетіп барады. Жаналай бұл сұлудың қасына жетіп келеді. Шытырма көйлек етінде, нұр сәулесі бетінде бір алып кетіп барады. Перінің қызы секілді, ақ маңдайы жалтырап, танадай көзі жарқырап, айырып қойған кекілді. Осы екен деп қыз жібек артынан келіп Қаршыға, бұл емес жібек деген соң, одан бір асып жөнелген Базарбайдың төлеген. Талай көштен өтеді,
және бір көшке жетеді. Көш алдынан қараса, бір қыз кетіп барады. Таң мезгілі болғанда шолпанның туған жұлдызы, кигені алтын құндызы, бейіштен шығып келмесе, бұл жалғанға хор қызы, осындай ақ боп туар адамзаттың бір қызы. Осы екен деп қыз жібек келеді жетіп қасына. Артынан келіп қаршыға, бұл емес жібек деген соң, одан да асып жөнелген. Төлеген менен қаршыға жағалай салды өзенді, бір көрмекке жібекті асығып жүр тез енді. Төлеген мырза кезінде сол кездері болғанда, бір көш шықты түбектен, көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. 30 түйе жетелеп, сармая үлектен, мұрындығы сары алтын, бұйдасын ескен жібектен, туған айдай толықсып, ақсазандай бұлықсып, бұралып кетіп барады, перінің қызы қылықсып. Мұны көрген Төлеген атының басын бұрады. Осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады. Қаршыға жетіп келеді, әзілдесіп іледі. Бұл емес жібек деген соң, одан бір асып жөнелді. Тұлпар туған көк жорғат ауыздығын басады, жер тарпынып жануар ауыздан көбік шашады. Алдындағы белестен орғытып келіп асады, белестен түсіп желеді, ойға түсіп келеді. Және айқасты бір көшке, бір көш емес әр көшке, бір қыз кетіп барады, жанасалай сұлудың қасына жетіп келеді. Қыз да мұны көреді, көш алдында сұлудың 10 қыз нөкер қасында, өз 15 жасында, күн сәулесі басында, ақ маңдайы жарқылдап, танадай көзі жалтылдап, алтын шашпау шашында, 40 нарға жүк артқан, қамқа зерен кілемді жүк үстіне жаптырған. Асфаханның бәрінде бұл жиһаннан арттырған. Қазыналы 40 нарға жібектен арқан тарттырған. Дүрия бешпент белсеніп, бұл дүниені кең салып, алтын қамшы қолға алып, оғжыландай толғанып, бұралып кетіп барады. Осма деп қыз жібек қаршығадан сұрады. Бұл емес жібек деген соң, Базарбай ұлы Төлеген бұдан да асып жөнеген. Тау басында қарағай Төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден талай қыз қалды жарамай. Қыз жібекке тең болмай, және айқасты бір көшке, көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Орта бойлы дембелше, алтын қамзол жеңгелше. Шын сипатын қараса, әлгі қыздан өзгеше. Алтын шыны кеседей, екі көздің шарасы. Осындай ақ болып туады адамзаттың баласы. Сымға тартқан күмістей, 10 саусақтың саласы. Ақ бетінде кіршік жоқ, Құдай артық тудырса, пенденің бар ма шарасы. Осы екен деп қыз жібек келді жетіп қасына. Базарбай ұлы Төлеген артына келіп қаршыға, бұл емес жібек деген соң, одан да өтіп жөнеген. Және айқасты бір көшке, бір көш емес әр көшке, көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Қара жорға мінгені, қара торқа кигені, екі көзі сүрмелі, бұл сияқты перизат қыз деп жүріп Төлеген жоқ еді сірә көргені. 80 түйе қомдаған, 80 де болмаған, 80 түйе үстінде алтын жағдан орнаған. Қазыналы кілемдер жібектен гүлін торлаған, қыз сипатын қараса, ақ бетінде кіршік жоқ, айдың көлдің қуындай, ақ маңдайы жалтылдап, ханның алтын туындай. Сөйлеген сөзі, лебізі, әммі зәмзәм суындай, аузынан шыққан болары сары алтынның буындай. Осы екен деп қыз жібек Төлеген мырза қуандай. Жанасалай сұлудың келді жетіп қасына, артынан келіп қаршыға, бұл емес жібек деген соң, жөнелді тағы асыға. Одан өтіп Төлеген атқа қамшы ұрады, дөңгеленіп көк жорғат көзі оттай жанады. Сымға тартқан күмісті сүмбідей болып жарады, Төлеген сынды мырзаңыз алды артына қарады. Жан айқасты бір көшке, көш алдына қараса, бір бәйбіше нұр жүзді көшті тартып барады. Көш алдында бәйбіше алтын кебіс өкшесі, сары алтыннан жабдығы 200 түйе қомдаған. 200 түйе үстінде алтын жағдан орнаған. Сары алтыннан сандығы, бұл жалғаннан арттырған. Қазына мүлік барлығы, жазығы қатын демесең, қартайса да әлгері, әлгі қыздан салдығы. Есілдей болып есіліп, нұрдай болып шашылып, көшті тартып барады, жібекті тапқан шешесі. Берсе тәңірі жігітке, ертесіне кешіне, ертеңгі күні бесінде әрең жеткен секілді, қыз жібектің көшіне. Көш сәулетінің қараса,
Асфаханның жауһары, Стамболдың гауһары, адам бір қарап тұрғанша тояды көздің бақары.